Сәлеметсіздер ме? Құрметті 2 сынып оқушылары, дүниетану сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы өсімдіктер мен жануарлардың адам өміріндегі рөлі. Бөлім атауы қоршаған орта. Бүгінгі сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттары. Сенің білетінің. Сен адамдардың табиғатсыз тіршілік ете алмайтынын білесің. Табиғатқа қиянат жасамау құндылығының маңыздылығын түсінесің. Сенің үйренетінің. Адам өміріндегі өсімдіктер мен жануарлардың рөлін анықтайсың. Оқушылар, сендер адамдардың табиғатсыз тіршілік ете алмайтынын білесіңдер. Біздің айналамызды табиғат қоршап тұр. Адамның өзі де сол табиғаттың бір бөлшегі саналады. Ол табиғатсыз өмір сүре алмайды. Табиғат адамды қоректендіреді, емдейді және киіндіреді. Ендеше балалар, біз тарихқа жүгінейік. Ежелгі адамдар немен айналысқан? Оны мына суреттен көре аласыңдар. Иә балалар, ертеде адамдар табиғаттың берген сыйын пайдаланып өмір сүрген. Олар жем-шидек теріп, аң аулаумен айналысқан. Ал енді балалар, мына сызбаға назар аударайық. Табиғаттан біз не аламыз? Балалар, біз жылқының етін аламыз, оны асқа пайдаланамыз. Сиырдың да етін пайдаланамыз, оны да ас әзірлеуге қолданамыз. Сонымен қатар біз сиырдың сүтін аламыз, одан құрт, ірімшік, айран жасаймыз. Қойдың да етін аламыз, оны да асқа пайдаланамыз. Сонымен қатар қойдың жүнін аламыз, одан шәлі, шұлық тоқимыз. Балалар, біз тауықтың да етін алып асқа пайдаланамыз. Сонымен қатар жұмыртқасын да асқа пайдаланады екенбіз. Ал егіннен түрлі астық дақылдар аламыз. Сонымен қатар бидай аламыз. Бидайдан ұн жасаймыз. Өсімдіктерден емдік дәрі-дәрмектер жасаймыз. Ал бау-бақшадан түрлі көкөністер мен жеміс-жидектерді жинап алады екенбіз. Орманнан саңырауқұлақ сияқты пайдалы өнімдерді аламыз. Өзен-көлдерден балықтар аулаймыз. Ал ағаштарды тұрмысқа қажет құралдар жасауда пайдаланамыз. Ал балалар, тағы да алып қосарларыңыз бар ма? Біз табиғаттан қандай өнімдер ала аламыз? Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Ал енді балалар, сұраққа жауап беріп көрейік. Бейне сабақты үзіске қойып тапсырманы орындайық. Бірінші сұрақ, мына сөйлемді қалай түсінуге болады? Табиғат адамды қоректендіреді, емдейді және киіндіреді. Екінші сұрақ, адам табиғатты не үшін сақтап қорғауы керек? Жарайсыңдар оқушылар, өте жақсы жауап бердіңдер. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызға қарап, ойымызды тиянақтайық. Адамдарға қажетті азық-түлікті біз өсімдіктер мен жануарлардан аламыз. Ал адамның күнделікті тұрмысына әртүрлі дүниелер керек болса, оларды жасауға қажетті материалдар да табиғаттан алынады. Адамдар өз ағзасына пайдасы бар өсімдіктерді қолдана бастады. Демек, адамдардың табиғатсыз өмір сүруі мүмкін емес. Ал енді балалар, жұмыс дәптерінің 67 бетін ашып, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мұнда 2 глобустың суреті бейнеленген. Осыған кластер құруымыз қажет. Бірінші глобусқа адам және жануарлар кластерін, екінші глобусқа адам және өсімдіктер кластерін құрастыруымыз керек. Сендер жануарлардан қандай өнім аласыңдар? Өсімдіктерден қандай өнім аласыңдар? Оны тұрмысқа не үшін қолданады? Жазып кетіңдер.
Бейне сабақты үзіске қойып, тапсырманы орындайық. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы жауап бердіңдер. Ендеше жазған кестелеріңді тексеріп көріңдер. Өздерің арасына толықтырып өтсеңдер болады. Жарайсыңдар оқушылар, өте жақсы. Ал енді екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Табиғат ана адамдарды азықтандырады, емдейді және киіндіреді деген тұжырымды қалай түсінетіндеріңді жазуларың керек. Мұнда 3-4 сөйлемге орын берілген. Осыған өз ой пікірлеріңізді дәптерге жазып, толықтырып кетіңдер. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Біліміңді тексеріп көр тапсырмасы. Балалар, табиғат деген не? Біз табиғаттан не аламыз? Өсімдіктердің адам өміріне пайдасы қандай? Жануарлардың пайдасы қандай? Біз бау-бақшадан не аламыз? Өзен-көлдерден не аламыз? Орманнан не аламыз? Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақта алған білімдеріңді өмірде пайдасы тиер деп ойлаймын. Сонымен, бүгінгі сабақты қорытындылай келе, бүгінгі сабақта біз адамдардың табиғатсыз тіршілік ете алмайтыны туралы білдік. Табиғатқа қиянат жасамау құндылығының маңыздылығын түсіндік. Адам өміріндегі өсімдіктер мен жануарлардың рөлін анықтадық. Ал балалар, бағдаршам тәсілі арқылы өзін-өзін бағалап кетіңдер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.